100 жылдығына арналған біздің мектебімізде музей Сәтбаевтану мұражайы ашылды. Сіздер таныстырып өтейін. Мына кезде көріп тұрсыздар, алыптың ата тегі, туған жері, ұрпақтары. Қанышы Имантайұлы Сәтбаевтың әкесі Имантай, Әлима Исақызы, Ғазиз Имантайұлы Сәтбаев, Қаныш Сәтбаевтың бауыры Таиса Алексеевна Кошкина, Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың жары Мұнайгез Баянауыл, Қаныш Сәтбаевтың туған жері, Қаныш Сәтбаевтың жас кезі, студент кезде Томск технология институтында оққан. Мынау Қаныш Сәтбаевтың білім алған технология институтының ғимараты. Мынау ата-бабаларының қорымы. Баянауылдағы туған ауылында Қаныш Сәтбаевқа арналған мұражайы. Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың қыздары туған жері Баянауылда қонақта. Мына ұрпақтары Баянауылдағы үлкен қызы Ғаниса Қаныш қызы, медицина ғылымының докторы, екінші қызы Шәмшебану Қаныш қызы. Мұнайгез бізде алыптың ата тегі, туған жері ұрпақтарына арналған. Қаныш аға Қарсақбайды да білесіздер, бізде Қаныш Сәтбаевқа арналған мұражай ашылған. Мұражай бар, Қаныш Сәтбаев осы үйде, мына үйде 15 жыл ғұмыр өткізген. Мынау ескерткіш тақта, мынау Қаныш Қарсақбайда тұрған Қаныш Сәтбаевтың үйі, қазір ол жерде мұражай ашылған. Мұражайда пайдаланған Қаныш Сәтбаевты құрал-саймандар, Қаныш Сәтбаевтың жұмыс бөлмесі, мына Қаныш Сәтбаевтың 100 жылдығына келген қонақтар Қарсақбай металлургиялық зауытында. Мына Қарсақбайдағы келген мейіз Қаныш қызы, Қарсақбайға келген. Мына кезде көріп тұрсыздар, Қарсақбайға келген. Мынау Қарсақбай зауытының көрінісі. Ұлттар өңірінің тарихи ескерткіштері, Қаныш Сәтбаевтың зерттеулері. Осы жердің барлығын бізде Қанышұлы Сәтбаев зерттеген. Жезқазған кен тарихы, кен орындарының тарихы. Арқадағы ағылшында салған алғашқы шахта Қарсақбайда, білесіздер, ол шақ, ол завод. Жосалдан түйелерге атылып жеткізген құрылыс материалдар, бұл да Қарсақбайда жер табанда паровоз, ең алғашқы паровоздар Қарсақбайдағы. Бұл жаңағы кен орындары, яғни шахта ашылғандағы жұмыс кезі. Қарсақбай мыс заводында кен тасымалдау. Нәгіз Қаныш Сәтбаевпен бірге еңбек еткен от жүректі өжет жандар. Қасымсейіт Батырбаев, Тұңғышбаев Мырзабек, Иван Васильевич Деев, Байсалбаев Елгізек, Әлжаппар Сүлейменов, Өтепберген Битабаров, яғни Қаныш Сәтбаевпен бірге еткен өзінің бірге еткен серіктестері, бірге. Ұлы тұлға мына жерде Қаныш Сәтбаев. Мына кезде Қаныш Сәтбаев бір топ ғалымдар арасында, Қаныш Сәтбаев әріптестер арасында, мектеп оқушыларының арасында. Бізде білесіздер, бірінші президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2008 жылы Сәтбаев қаласына келген. Кен өндірісінің қахрамандары, яғни Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың ізбасарлары. Виктор Васильевич Көрба, Қасымхан Кентаев, Әубәкір Құсайынов. Қаныш Сәтбаев сөнбес жұлдыз есімі мәңгі есте. Сәтбаев атындағы ұлттық техникалық университет Алматы қаласындағы. Сәтбаевтың 100 жылдық мерейтойында Павлодар қаласында өткен, міне көріп тұрсыздар, Нұрсұлтан Әбішұлы ортада тұр Назарбаев. Сәтбаевтың 100 жылдығына арналған мерекелік жиын. Қаныш Сәтбаев атындағы ғылым академиясы, Қаныш Сәтбаев атындағы геологиялық ғылыми институт, Қаныш Сәтбаев атындағы сыйлық сағат, Сәтбаев атындағы мерекелік, Қаныш Сәтбаев атындағы сыйлық иегеріне арналған медаль, Қаныш Сәтбаев туралы кітаптар, Қаныш Сәтбаевтың 100 жылдығына арналған, шыққан 100 жылдығына арналған маркалар. Қаныш Сәтбаевтың көзін көргендер мына кезде. Біздің мектебіміздің ұлағатты ұстазы Шабал Бейсенбековна Қаныш Сәтбаевтан бата алған. Мына кісілер бізде мектебіміздің ата-аналары. Масатова
Бақытжан Қабылқызы, Темірбаева Айсара, Қаныш Сәтпаевтың көзін көрген кісілер бұл кісілер. Жезқазған қаласы білесіздер, иә? Бұл жерге де Қаныш Сәтпаевтың сіңірген еңбегі зор. Сәтпаев кеншілер қаласы, бұл жерге де Қаныш Сәтпаевтың еңбектері зор. Шақта, бүгінгі шақта тұрғызды, иә? Мынау кейін орындары шақта тұрғызды, иә? Мынау Қаныш Сәтпаевтың тазамыстан жасалған ескерткіші. Қазақ корпорациясының берген сыйлығы бұл. Мына жерде кен орындары. Қаныш Сәтпаевқа арналған бізде кітаптар, Қаныш Сәтпаев туралы. Айттық, иә, Қарашаңырақ Қарсақбайда да музей бар біздердің Қаныш Сәтпаев туралы кітаптар. Мына кезде бізде Қаныш Сәтпаев туралы кітаптарымыз, сосын Мейіз Қанышқызы Сәтпаеваның әкесіне жазған хаттары, Қаныш Сәтпаевтың зерттеу жұмыстарының сызбасы. Мына кезде бізде Қаныш Сәтпаевқа арналған газеттерден ұзын алынған газеттерден. Сосын біздің мектебіміздің оқушысы Жұматаев Ерсін. Осы Қаныш Сәтпаевтың жұмыстарын зерттеп, ғылыми жұмыс жазып, біздің мектептің оқушысы Сәтпаев оқулар атты жеңімпазы, бірінші орын иегері. Ана Ақбас деген жерді білесіздер ме? Қарсақбай мен жездің артында Ақбас деген жер бар. Сол жерде мынандай квартистер сығады. Бүгінде ол Ақбас құру кезінде кеш уақытында Москваға қараған жер тұғын. Бүгінде енді оған инвестиция салатын инвестор табылмай отыр. Мынау соның кәдімгі ұстанып өз орнандағы мыналардың түрі міне. Табиғи тас, Ақбас. Бүгінде аз ғана неме жұмыс істеп жатыр, квартиттер. Ал мынау кәдімгі мыс жердің астында өзі қорытылып қалған. Міне, мыс рудасы, табиғи мыс. Осыны ерітеді. Мынау, иә. Ал енді мыналардың құрамында мыс бар, бәрінің құрамында мыс бар, тұс. Мынау өзі табиғи түрде ерітіліп қалған. Ал мына қараңдар, мынау мыс жылтыр. Қазір бізде мыналар қайта рудаға байлары. Ал қазір сіздер көріп отырсыздар, анандай жай ғана тастар тұр ғой, иә? Кейде соның құрамында руда бар. Ана байыту фабрикасына апарат, географияны білесіздер ғой? Оны жуады, ұсақтайды, майдалайды. Одан кейін медзаводқа жібереді. Медзаводта оны бар. Мынандай үлкен кесекті мынандай алады, бәрі прокат қып. Одан кейін одан міне әртүрлі мыналар. Қызығын бүгінде Қытай